оқушылар, міне тағы да бір кезекті оқу жылы аяқталды. Алдарыңызда жазғы демалыс. Бұл оқу жылында оқытуда ерекшеліктер көп болды. Қашықтықтан оқу аяқталды. Қаншалықты қиындығы көп болса да, біз жеңдік. Бәрі ойдағыдай болды. Ал сіздер алған құнды білімдеріңіз болашақтарыңызға азық болары сөзсіз. Алдарыңызда сіздерді қызықты, алаңсыз демалыс күндері күтуде. Біз сіздерге шуақты жаз тілейміз. Және де 1 қыркүйек күні қуанышпен асыға тосамыз. Құрметті ата-аналар, ата-әжелер, бізді қолдап, қашықтықтан оқыту кезінде бірге болғандарыңызға алғысымыз шексіз. Сіздерге мықты денсаулық тілейміз. Көп рахмет. Кездескенше сау болыңыздар. Думанды өмір ән жырлы, жайқалған өмір жаспағы. Мінекей тағы бір жылды сырғытып артқа тастады. Ұстаздардың жаны нұр, шаттық күйін бөліскен. Мектеп деген білім кені, жыр кені. Мектеп деген ғылымдардың ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші адамға. Мектеп деген даналардың мекені. Мектеп, сенің жарқын көңілің. Мектеп, шаттық толы өмірің. Geçken шығарма сонау жолдарым естен тақтаға жазған ұстаз тәлімін партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұр-ау, арнамнан асып толқындай тасып төгілгенім-ау. Көрінемін-ау, қимадым сені, соңғы қоңырау аттанар сәтте